Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Біз бұл каналда ислам әлемінде танымал түс шырушы ғалымдардың жазған еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол үшін каналымызға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал бүгінгі тақырып түсімде өзімді жалаңаш көрдім деп аталады. Түсіңізде жалаңаш жүріп, онымен мақтанып жүрген болсаңыз, онда ол сіздің өзіңізге деген сенімсіздігіңіздің көрінісі, яғни сіз кез келген қиыншылықтан жеңе аласыз деген сөз. Жалғыз басты қыз түсінде өзін жалаңаш көрсе, беделді адамға тұрмысқа шығатындығын белгісі. Жалғыз басты қыз түсінде өзінің адамдардың алдында жалаңаш тұрғанын көрсе, бұл оның көптеген тыйым салынған әрекеттерді жасаған және оның ісі ашылатынын білдіреді. Түсіңізде өзіңізді жұмысыңызда жалаңаш көрсеңіз, сіздің құпияңыз ашылатындығын немесе үлкен күнә жасағандығыңыздың белгісі. Түсіңізде жалаңаш жүріп бара жатсаңыз, ол мақтаншақ екендігіңіздің белгісі және өзіңізге назар аудартудың белгісі. Сондай-ақ түсіңізде өзіңізді жалаңаш көру, бір нәрседен қорқып қалсаңыз немесе бір қауіпті сезсеңіз, содан туындауы мүмкін. Түсіңізде қоғамдық орындарында немесе сауда орындарында жалаңаш жүргеніңізді көрсеңіз, онда сіз өзіңіз сенбейтін адамдармен қарым-қатынас жасап жүргеніңізді білдіреді. Бұл түс қайталана беретін болса, онда жақын бір адамыңызбен қарым-қатынасыңызды жақсарту керек екендігін білдіреді. Жасөспірімдер сабақта өзін жалаңаш отырғанын көрсе, бұл түс алға қойған мақсатына жетудегі қорқынышты білдіреді. Сол үшін алға қойған өз мақсатын айқындап алып, соған жету керек. Ибн Сирин түсінде өзін жалаңаш көру, істеген жаман амалдарына қатты өкінуді білдіреді деген. Түсіңізде сізді біреу шешіндіріп жатса, ол сіздің жауыңыздың сізге қастандық ойластырып жүргендігін білдіреді. Түсіңізде адамдар арасында жалаңаш тұрғаныңызды көрсеңіз және ұялып тұрсаңыз, шығынға ұшырайтындығыңызды білдіреді. Түсіңізде жалаңаш тұрғаныңызға ұялсаңыз, істеген ісіңізге немесе айтқан сөзіңізге өкінуіңізді білдіреді. Түсіңізде жалаңаш тұрып оған ұялмасаңыз, сіздің адал екендігіңізді білдіреді. Түсіңізде жалаңаш тұрып оған ұялмасаңыз, қасыңыздағы адамдардың сізге деген сенімділігін көрсетеді. Яғни сіз қандайсыз, олар сізді солай қабылдайды. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ келесі видеоны өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.